Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық. Кейде адам оянып алып, қайта ұйықтай алмайды. Бұл да сол ұйқы цикліне кедергі келтіретін белгілердің бірі. Таңертең бас ауыру, көздің қызаруы, ашушаңдық, барлығы ұйқысыздықтың нәтижесі. Ұйқы жеткіліксіз болғанда мидың есте сақтау қабілеті төмендейді. Көңіл күй құбылады, депрессияға бейімділік артады. Оқу, жұмыс, отбасылық қарым-қатынастардың барлығы бұзылады. Ал бұл мәселенің шешімі өте қарапайым: ұйықтардан 1 сағат бұрын барлық экрандарды өшіру. Телефонды, теледидарды, компьютерді мүлде қолданбауға тырысыңыз. Оның орнына кітап оқыңыз, тыныш музыка тыңдаңыз, терең тыныс алумен айналысыңыз. Жарықты бәсеңдетіңіз, бөлмені желдетіңіз, бұл мелатониннің табиғи бөлінуіне көмектеседі. Сонымен қатар, ұйқы алдында кофе, шай, тәтті немесе ауыр тамақтан да бас тартыңыз. Ұйықтар алдында су ішуді де шектеңіз, бұл түнде жиі оянуға себеп болады. Ұйықтар алдында тым көп ақпарат қабылдау миға жүктеме түсіреді. Телефондағы жағымсыз жаңалықтар, эмоция тудыратын видео миды мазасыз күйге түсіреді. Кейде адам оянып алып, қайта ұйықтай алмайды. Бұл да сол ұйқы цикліне кедергі келтіретін белгілердің бірі. Таңертең бас ауыру, көздің қызаруы, ашушаңдық, барлығы ұйқысыздықтың нәтижесі. Ұйқы жеткіліксіз болғанда мидың есте сақтау қабілеті төмендейді. Көңіл күй құбылады, депрессияға бейімділік артады. Оқу, жұмыс, отбасылық қарым-қатынастардың барлығы бұзылады. Ал бұл мәселенің шешімі өте қарапайым: ұйықтардан 1 сағат бұрын барлық экрандарды өшіру. Телефонды, теледидарды, компьютерді мүлде қолданбауға тырысыңыз. Оның орнына кітап оқыңыз, тыныш музыка тыңдаңыз, терең тыныс алумен айналысыңыз. Жарықты бәсеңдетіңіз, бөлмені желдетіңіз, бұл мелатониннің табиғи бөлінуіне көмектеседі. Сонымен қатар, ұйқы алдында кофе, шай, тәтті немесе ауыр тамақтан да бас тартыңыз. Ұйықтар алдында су ішуді де шектеңіз, бұл түнде жиі оянуға себеп болады. Ұйықтар алдында тым көп ақпарат қабылдау миға жүктеме түсіреді. Телефондағы жағымсыз жаңалықтар, эмоция тудыратын видео миды мазасыз күйге түсіреді. Кейде адам оянып алып, қайта ұйықтай алмайды. Бұл да сол ұйқы цикліне кедергі келтіретін белгілердің бірі. Таңертең бас ауыру, көздің қызаруы, ашушаңдық, барлығы ұйқысыздықтың нәтижесі. Ұйқы жеткіліксіз болғанда мидың есте сақтау қабілеті төмендейді. Көңіл күй құбылады, депрессияға бейімділік артады. Оқу, жұмыс, отбасылық қарым-қатынастардың барлығы бұзылады. Ал бұл мәселенің шешімі өте қарапайым: ұйықтардан 1 сағат бұрын барлық экрандарды өшіру. Телефонды, теледидарды, компьютерді мүлде қолданбауға тырысыңыз. Оның орнына кітап оқыңыз. Кейде адам оянып алып, қайта ұйықтай алмайды. Бұл да сол ұйқы цикліне кедергі келтіретін белгілердің бірі. Таңертең бас ауыру, көздің қызаруы, ашушаңдық, барлығы ұйқысыздықтың нәтижесі. Ұйқы жеткіліксіз болғанда мидың есте сақтау қабілеті төмендейді. Көңіл күй құбылады, депрессияға бейімділік артады. Оқу, жұмыс, отбасылық қарым-қатынастардың барлығы бұзылады. Ал бұл мәселенің шешімі өте қарапайым: ұйықтардан 1 сағат бұрын барлық экрандарды өшіру. Телефонды, теледидарды, компьютерді мүлде қолданбауға тырысыңыз. Оның орнына кітап оқыңыз, тыныш музыка тыңдаңыз, терең тыныс алумен айналысыңыз. Жарықты бәсеңдетіңіз, бөлмені желдетіңіз, бұл мелатониннің табиғи бөлінуіне көмектеседі. Сонымен қатар, ұйқы алдында кофе, шай, тәтті немесе ауыр тамақтан да бас тартыңыз. Ұйықтар алдында су ішуді де шектеңіз, бұл түнде жиі оянуға себеп болады. Ұйықтар алдында тым көп ақпарат қабылдау миға жүктеме түсіреді. Телефондағы жағымсыз жаңалықтар, кейде адам оянып алып, қайта ұйықтай алмайды. Бұл да сол ұйқы цикліне кедергі келтіретін белгілердің бірі. Таңертең бас ауыру, көздің қызаруы, ашушаңдық, барлығы ұйқысыздықтың нәтижесі. Ұйқы жеткіліксіз болғанда мидың есте сақтау қабілеті төмендейді.
Көңіл-күй құбылады, депрессияға бейімділік артады. Оқу, жұмыс, отбасылық қарым-қатынастардың барлығы бұзылады. Ал бұл мәселенің шешімі өте қарапайым: ұйықтардан 1 сағат бұрын барлық экрандарды өшіру. Телефонды, теледидарды, компьютерді мүлде қолданбауға тырысыңыз. Оның орнына кітап оқыңыз, тыныш музыка тыңдаңыз, терең тыныс алумен айналысыңыз. Жарықты бәсеңдетіңіз, бөлмені желдетіңіз, бұл мелатониннің табиғи бөлінуіне көмектеседі. Сонымен қатар, ұйқы алдында кофе, шай, тәтті немесе ауыр тамақтан да бас тартыңыз. Ұйықтар алдында су ішуді де шектеңіз, бұл түнде жиі оянуға себеп болады. Ұйықтар алдында тым көп ақпарат қабылдау миға жүктеме түсіреді. Телефондағы жағымсыз жаңалықтар: кейде адам оянып алып қайта ұйықтай алмайды. Бұл да сол ұйқы цикліне кедергі келтіретін белгілердің бірі. Таңертең бас ауыру, көздің қызаруы, ашушаңдық — барлығы ұйқысыздықтың нәтижесі. Ұйқы жеткіліксіз болғанда мидың есте сақтау қабілеті төмендейді. Көңіл-күй құбылады, депрессияға бейімділік артады. Оқу, жұмыс, отбасылық қарым-қатынастардың барлығы бұзылады. Ал бұл мәселенің шешімі өте қарапайым: ұйықтардан 1 сағат бұрын барлық экрандарды өшіру. Телефонды, теледидарды, компьютерді мүлде қолданбауға тырысыңыз. Оның орнына кітап оқыңыз, тыныш музыка тыңдаңыз, терең тыныс алумен айналысыңыз. Жарықты бәсеңдетіңіз, бөлмені желдетіңіз, бұл мелатониннің табиғи бөлінуіне көмектеседі. Сонымен қатар, ұйқы алдында кофе, шай, тәтті немесе ауыр тамақтан да бас тартыңыз. Ұйықтар алдында су ішуді де шектеңіз, бұл түнде жиі оянуға себеп болады. Ұйықтар алдында тым көп ақпарат қабылдау миға жүктеме түсіреді. Телефондағы жағымсыз жаңалықтар: эмоция тудыратын видео миды мазасыз күйге түсіреді. Кейде адам оянып алып қайта ұйықтай алмайды. Бұл да сол ұйқы цикліне кедергі келтіретін белгілердің бірі. Таңертең бас ауыру, көздің қызаруы, ашушаңдық — барлығы ұйқысыздықтың нәтижесі. Ұйқы жеткіліксіз болғанда мидың есте сақтау қабілеті төмендейді. Көңіл-күй құбылады, депрессияға бейімділік артады. Оқу, жұмыс, отбасылық қарым-қатынастардың барлығы бұзылады. Ал бұл мәселенің шешімі өте қарапайым: ұйықтардан 1 сағат бұрын барлық экрандарды өшіру. Телефонды, теледидарды, компьютерді мүлде қолданбауға тырысыңыз. Оның орнына кітап оқыңыз, тыныш музыка тыңдаңыз, терең тыныс алумен айналысыңыз. Жарықты бәсеңдетіңіз, бөлмені желдетіңіз, бұл мелатониннің табиғи бөлінуіне көмектеседі. Сонымен қатар, ұйқы алдында кофе, шай, тәтті немесе ауыр тамақтан да бас тартыңыз. Ұйықтар алдында су ішуді де шектеңіз, бұл түнде жиі оянуға себеп болады. Ұйықтар алдында тым көп ақпарат қабылдау миға жүктеме түсіреді. Телефондағы жағымсыз жаңалықтар: эмоция тудыратын видео миды мазасыз күйге түсіреді.
Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.